Assalamu alaikum. Бұл VVT датчик. Toyota'larda, Lexus'larda кездесетін VVT датчик. Яғни японстардың көптеген кездесетін VVT датчик. Негізінде бұл істеп тұр. Тек қана бойынан май жіберіп тұрды да. Жақтардан май. Мен қазір кішкене азғантай керіп жібердім міне. Сіздерге көріп тұрғанша кішкене артқа қарай керіп метке қалдырып кеттім. Чтобы мынау былай бұрылып тұрмау үшін да. Метке қалдырып кетесіз, мына жақтан былай сызып та. Мен азғантай көріп тұрған шығарсың, екі жағында метке қалдырдым. Өзінің орындары бар. Сосын бұл ашылғанда бүйтіп ашылады. Капыра қалғанда сызып тұр. Мынандай болып ашылады. Ішінде мынандай сальник болады. Ол сальник қазір қатып қалған. Мынандай пружинасы бар. Бар, сосын мындай сальнигі бар. Қазір бұл сальникті сізге көрсетіп жіберейін. Мынандай болып, бойынан жіберіп қойып, тас болып қатып қалған. Негізінде мен қазір орнына осындай бір сальник салып жіберем. Негізінде осындай болған болып тұр ғой. Кейін басылған кезде мынандай болып қалады. Осындай отдельно сальниктер алып қойдым. Керек сальниктерімді осындай заттарға араластырып салып тұрамын. Міне VVT-дің бойына салған болатын, одан жіберген жоқ. Яғни бас жағынан, ішкі жағынан жібереді да майды, сосын сыртқа ағыз жібереді. Постоянно шылқып тұрады. Міне көрініп тұр ғой. Ішкі жағынан көрдіңіздер ма? Осы жерлерге май бойынан ағады. Солай достар. Сосын қайтадан обратно кейінге қарай дұрыстап салып жібересіздер. Ашып барлығын салудан қажет жоқ. Бұл деген ашпаған жөн. Бірақ мен қазір ашып барайын, бірақ сіздерге көрсетпеймін.